Эстафетаны 2-ші сынып оқушысынан қабылдадым. 2-ші сынып оқушысы Жұман Жанару. Абай Құнанбай, Күлліктің аудармасы. Шегіртке мен құмырсқа. Шырылдауық шегіртке, ұшып жүріп ән салған, көк алды көкіләйстер, қызықпен жүріп жаз алған. Жазды күні жапырақтың, бірінде тамақ, бірінде үй, жапырақ кетті, жаз кетті. Күз болған соң кетті күй, жолы жар жоқ, тамақ жоқ, өкінгеннен не пайда? Суыққа толып қан ашқан, ойым қайда, ән қайда? Оны менен тумады, қау көрінді, қыс болды, саусыз соғыз бүкшейді, тымақ қиын, іс болды. Секіру қайда сүрініп, қабағын қайғы жабады. Саламда жатып дәм жиған құмырсқаны іздеп табады. Секілдеп келіп жығылып, аяғына басыла, қалағым, жолып, тамақ бер, жас шыққанша асыла. Бұның жанын сөз емес, жаз өтерін білмеппен, жанымды шүнде шылы, ала жаздай ғыматпен. Мен өзінде шалашыл, жұмсақ, үйлеме, көк алды ән салып, өлеңнен қолым тиді қайтсем қолым теңепті, өлеңшіл, әншіл, есілер, ала жаздай ән салған секілді билейді. Эстафетаны 3-ші сынып оқушысына жолдаймын.